Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен пельмен жасаудың тез әрі оңай әдісімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін асықпай көріңіздер. Лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Алдымен біз қажетімізге қарай ұн аламыз. Оны тұз қосылған суменен бір тал жұмыртқа қосып, қатты етіп қамыр илеп аламыз. Пельмен қамырына осылай жұмыртқа қосатын болсақ, ол бір-біріне тез жабысып қалмайтын болады және пісірген кезде де езіліп кетпейтін болады. Енді осы қамырымызды пакетке орап 3-4 минуттан тындырып, қамырымыз бір келкі майда болғанға дейін бірнеше рет қайталап илейміз. Енді осы дайын болған қамырымызды бір шетке орап қойып қоямыз да, ішіндегі салмасын жасауға кірісеміз. Бізге картоп, пияз, ет және дәмдеуіштер керек. Алдымен осы заттардың бәрін барынша ұсақ майда етіп турап аламыз. Осылайша бәрін турап алғаннан кейін тұз, бұрыш, дәмдеуіштерімізді қосамыз. Ет қатты майлы болмаса, бірнеше қасық сұйық май қосуға болады. Енді қолымызбен жақсылап араластырып, бір шетке қоя тұрамыз да, жаймамызды жаюға кірісеміз. Жаймалауға қолайлы болу үшін үлкен қамырымызды бірнеше бөліктерге бөліп аламыз да, қалыңдығы 1-1,5 мм болатындай етіп, жұқалап жайма жаямыз. Енді осы дайын болған жайманың үстіне аздап ұн сеуіп аламыз да, оны мөлшермен 4-4,5 см болатындай қып, ұзыншалап кесеміз, сосын 4 бұрыштап кесіп аламыз. Кескен бөліктерімізді осылайша бірінің үстіне бірін қабаттап қоямыз да, кеуіп кетпес үшін үстіне орамал жауып қоямыз. Енді осы 4 бұрыш жаймамызға шай қасықпенен лайықты мөлшерде салмамызды салып, пельмен тиюді бастаймыз. Ортасына салманы салып алғаннан кейін, екі жақ бұрыштарын бір-біріне беттестіріп, жан-жағын басып бекітеміз, сосын тұйық жағын айландырып бір-біріне жабыстырамыз. Жайма жайған кезде ұнды көп сеппейміз. Егер ұн көп себілген болса, осылай пельмен түйген кезде бір-біріне жабыспай қою мүмкін. Сосын жайманың ұн себілген бетін сыртына қаратқанымыз дұрыс. Осылайша 30-40 минутта бәрін түйіп дайындап алдық. Енді осы дайын болған пельмендерді қалауыңызша пісіре беруіңізге болады, немесе қатырып сақтауыңызға да болады. Астарыңыз дәмді болсын.
Видео ұнаса, пайдалы деп санасаңыз, достарыңызбен бөлісіңіздер, лайк басып, пікір қалдырыңыздар және каналыма жазылуды ұмытпаңыздар.